наурыз көже, наурыз көжеге балалар ата әжелеріміз сүрлеп қойған еттерін асып, сүрдің сорпасынан дайындайды. 7 түрлі тағам қосамыз. Қараңдаршы, мына мен сендерге турап отырған сүр ет біздің сақтаған, көктемге. Осы көктемде наурыз мерекесі болғандықтан балалар, біз осы наурыз көжені 22-сі күні наурыз мейрамында дайындаймыз, Оны біздің әжелеріміз үйретіп кеткен. Наурыз көже ұлттық тамақтардың бірі. Бұл тамақ наурыз кезінде дайындалады. Бұл тамақ мерекенің молшылықты белгісі. Қыздар, бүгін біз құрт жаймыз, Құрт қазақтың ұлттық бір тағамы. Құрт дейміз не істейді? Құртты ашқан сүттен қайнатады. Сүзеді. Сүзгеннен кейін осындай ірімшік сүзбе шығады. Соны алып құрт жаймыз. Ал қыздар, бүгін біз қазақтың ұлттық тағамы бауырсақты пісіреміз, Бауырсақты біз қалай дайындаймыз? Бауырсақты бірінші ұн аламыз, ашытқы қосамыз, сосын тұзды сумен жақсылап тұрып келіп, осылай қамыр дайындап аламыз. Бауырсақ қазақ халқының ең танымал ұлттық тағамдарының бірі. Міне осылай қамыр дайындап алғаннан кейін, осылай оқтаумен әдемілеп, домалақтап тұрып, осылай жасаймыз. Бауырсақты біз қазір осылайынан жазып алғаннан кейін майға қуырып дайындаймыз. Біз бауырсақ деген қандай тағам? Қандай тағам бауырсақ? Ол ұлттық тағам, біздің ұлттық тағамымыз. Бұны бауырсақты біз көбіне қонақ келгенде, мерекеде, той домалақтарда, сондай той жиындарда қолданамыз, балалар?